23 жасында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы Ислам институтының ректоры болған Нұржан Арыстанбекұлы бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері. Жастайынан білімге, ғылымға, өнерге құштар болып өскен Нұржан Арыстанбекұлы оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының тумасы. Марқұм әкесі Арыстанбек Тұрсынбайұлы елге танымал дәрігер болса, анасы Фатима Салықызы 50 жыл ұстаз болған. Көп балалы жанұяда өскен Нұржан өзге балаларынан ерекше болғандықтан, анасы Фатима Салықызы оның болашағынан зор үміт күткен. Ана үмітін ақтаған Нұржан ұстаз бүгінде ел сыйлаған танымал тұлғаға айналған. Бізде алғаш 1992 жылы біздің тұңғыш мүфтиіміз Ратбек Қажы Нысанбайұлы мүфтият құрғаннан кейін алдына бір үлкен бағдарламалар қояды. Сол бағдарламаның бірі діни білім оқу орнын ашу. Оның өзі оңайға соқпаған. Білсеңіздер, оның өзі сонау кеңес кезеңінде кеңестің қаулысыменен, кеңестердің жағдай рұқсатымен ғана жүзеге асатын болған. 90 жылдегі діни басқарма құрылған болса, біздің хазіретіміз сол кезде 92 жылы арнайы ислам институтын ашу жөніндегі діни басқарманың жанында сондай бір рұқсат қағазын алады. Міне соның аясында Қазақстан мұсылман діни басқармасының жанында ислам институты құрылады. Ислам институтында бірнеше шәкірттер оқиды. Ол кезде біз сол Мысыр Араб Республикасына оқуға аттанған кезімізде. Енді қарап тұрсаңыздар, міне дәл Нұр Мүбаракқа келген сайын менің көңілім бір босап, ерекше бір жағдай қалатынымыз. Неге десеңіз, сол кешегі мүфтияттың алғашқы кезеңдерінде, қазір бұрын нари мүфти болған, қазір өзіміздің үлкен бір құрметті ағамыз Асылхан Қажы ағамыздың білесіз бір сөзі бар. Ол кезде біз Египеттеміз, білмейміз ғой. Еденде мешіт, ол кезде ағаш мешіт бар. Ағаш мешітті екіге бөліп қойып, жартысын деспімен, панельменен жерге балдар тізерлеп отырып, қағаздарын еңкейіп жазып, соған дейді біз жағдай жасап, оның қасына тамақтарын дайындауға біз Гүлнар әпкеміз деген болған, Асылхан ағамыз тамақ жағына көмектесіп шәкірттерге бір сондай қиыншылықтарды көрген кезең ғой. Сөйтіп шәкірттер білім алып, сол имамдар қазір Қазақстан түкпір-түкпірінде білімдерін, діни қызметтерін жалғастырып жұмыс істеп жатқан жағдайлар бар. Египеттегі Аль-Асқар Ислам университетінде білім алған Нұржан Арыстанбекұлы елімізде ашылған Нұр Мүбарак Ислам университетінің докторантурасын аяқтады. Бір қызығы, осы университеттің ашылуына оның да өзіндік үлесі бар. Ал енді неге Нұр Мүбаракпен байланыстырып отырмыз? 1900 есімде әлі 99 жылы Аллах Тағаланың қалауыменен үлкен бір қажылық сапардан кейін 2000 жылдан сол басы болатын ол кездегі президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бізді қабылдайды. Діни басқарманың бірнеше алқа мүшелері бар. Ол кезде Ратбек Қажы бастаған бірнеше облыстық имамдар бар. Ішінде Ислам университеті ректоры мен де бармын. Сол кезде кіргеннен кейін біраз сұхбат болды. Сұхбаттан кейін менен сұрады президенттің өзі. Ислам университеті ректоры Нұржан Арыстанбекұлы жазылған екен тізімде. Сен оқу орындары қай жерде өз? Не оқу орын деген сияқты. Мен айттым, құрметті елбасы, құрметті Нұрсұлтан аға, өзіңіз өте жақсы айттыңыз. Біз өзіңіздің орталық мешіт жанында тұрған екі этажды неміз бар, ғимаратымыз бар дедім. Бір жағында діни басқарма, бір жағында ислам институты, қазіргі ислам университеті дедім. Шәкірттеріміз жылдан жылға көбейіп жатыр. Бірақ біздің шәкірттерді оқытатын орнымыз жоқ. Сол себептен бір осыған бір жағдай жасауыңызды сұраймын деген кезде, ол кісі сол кездегі аппарат басшысы болған марқұм ағамыз Сарыбай ағаға қарап, тез Әл-Фарабидегі оқу орны не болды деді өзі. Біттіге дайын, бәрі жақсы деді. Бітсе деді, университет, мен айтып жатқан университетін, сол жерге көшсін, сол ғимараттың жұмыс жасауында жұмыс жағдай жасаңдар деді. Бәріміз қуанышымызда шек жоқ. Содан міне сол кісінің пәрменіменен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанында Ислам университетінің базасында біздер сол кезде міне келіп осы атауы бірақ өзгерді. Нұр Мүбарак Ислам мәдениет Египет университеті болып, мұны жұмысын жасап жатыр. Демек, осындай кезең сол кездегі уақыттармен қазір салыстыруға келмейді. Қазір міне балалар қандай бақытты. Смарт телевизорлар, барлықтарына керемет көрініс, спорт кешені, жатақханалар, бәрі жағдай жасалған. Мұны қасымызда қазір үлкен жаңадан салынып жатқан ғимараттар бітіп жатыр мәселен. Бұның бәрі үлкен бақыт. Міне жылдан жылға жағдайымыз жақсарып келе жатқанын осылай біз көзбен көріп айтуға болады. Бірақ
біз еш уақытта тарихты ұмытпауымыз керек. Кешегі ДСП-де балдарын қағазға жазып, одан алдыңғы уақыттары баяғы біз айтсақ бір ертегі сияқты көрінетін жердің астына кіріп худжраларда сабақ алды деген кезде қалайша деп айтатын едік. Сөйтсе соның бәрі бекер емес екен. Міне бұл да бір Қазақстанымыз, еліміздің егемендік алғаны. Алла тағала осы нұрын шашып бізге бір көмектесіп жатқаны, осындай зәулім ғимараттар ашылып, елімізде осындай тұрақтылық болып жатқаны, бұның бәрі сол ойлаймын сол еліміздегі дұрыс жасалып жатқан жұмыстың арқасында, және де дінімізге деген Алланың берген үлкен жәрдемі деп білемін. Нұржан Арыстанбекұлы ректор болып тұрған кезінде қаншама шәкірттерді тәрбиелеген. Бүгінде олар республикамыздың түкпір-түкпірінде имам, ұстаз болып қызмет етуде. Сонымен қатар Нұр Мүбарак Ислам университетінде де сабақ берген ұстазды шәкірттері ерекше құрмет тұтады. Осы Нұр Мүбарак университетінің 3-ші курс студентімін қазір. 3-ші курс аяқтап жатырмыз. Енді осында Құран үйреніп, ислам ілімдерін үйреніп жатырмыз 3 жылдан бері. Енді осы нәрсеге ең алғашқы себепкер болған маған Құранның алғашқы әліппесін үйреткен ол осы Нұржан ұстазымыз. Сол үшін Нұржан ұстазымызға айтатын алғысым шексіз. Менің ең бірінші Құранның әліппесін үйретіп, Құранның ең алғашқы парасын жаттатқызған сол кісі болатын. Ол кісінің ұстаздығы бір төбе, адамгершілігі бір төбе, өте мейірімді, өте қарапайым, әрбір адаммен адамның жасына қарай, мінезіне қарай жақсы қарым-қатынас жасай білетін, әр адамның өзіне лайықты қарым-қатынас жасай білетін өте бір мықты, өте бір білімді, өте жақсы кісі деп айтуға болады. Ол кісі мені өзінің қасында ертіп жүріп, Құран үйретті, Құран жаттатты. Құранның алғашқы парасын осы кісіден үйрендік. Ол кісі жай ғана сабақ беріп қана қоймай, өмірлік сабақты беріп, жақсы өмірдегі неше түрлі жағдайларға қалай дайын болу керек екенін үйретті. Осы Алланың жолында қызмет етудің маңыздылығын үйретті. Енді бұл кісіге айтатын алғысым шексіз. Құранды үйреткен кезде де бұл кісі өте қатты мән беретін. Әрбір әріпіне, әрбір ережесіне Құранның қатты мән беріп, қатты бір қаталдықпен қарайтын. Сол кезде түсінбейтін, неге олай жасайды, неге қатты бір қаталдық танытады деп сол кезде қазір ойланып қарасам, қазір сол нәрсенің өте үлкен пайда істеп жатыр. Сол кісінің арқасында Құранды жақсы, таза, анық оқуды үйрендік. Ол Алланың сөзі болғаннан кейін оны жақсылап таза оқу керек. Әрбір әріпің, әрбір қағидаларын дұрыс шығу керек. Соның бәріне қатты мән беріп кезінде үйретті. Сол кісінің үйреткенінің арқасында қазір Аллаға шүкір Құранды жақсы, таза оқып жатырмыз. Нұржан Арыстанбекұлының аға әпкелері, іні қарындастары ата-анасының жолын қуып, бірі дәрігер, бірі ұстаз атанған. Тек Нұржан ғана діни білім алуға құштар болған. Оған себепкер әкесі Арыстанбек Тұрсынбайұлының сыныптасы әрі досы Ратбек Қажы Нысанбайұлы. 1-ші класстан 5-ші класты бітіргенше Арыстан екеуміз бірге оқығанбыз. Кейін шешесі әкеп бағам бұны тапсырды. Сөйтіп мен бұны тәрбиеледім, Египетке жібердім. Сөйтіп оқытып, адам қылып, кейін ал әйтеуір бір адамды қойып ректор қылуға болмайды. Сенің адам тұрмаса болмайды. Жас болса да, соны басқаруға барлық істеп жатқан ісін маған айтып келіп тұрады, болды. Жақсылап істеп берді. Әкесі өте сыпайы, өте жақсы бала еді. 5 жыл 1-ші класстан 5-ші классқа дейін бір. О да отлично оқыды, мен де отлично оқыдым. Аман деген болған, Қожабай қарының баласы. Үшеуміз отлично оқыдық. Кейін мен қыз әскерге кетіп қалдым, балар қалды бұл жақта. Кейін бұлар Абай базарға келіп оқыды. Мен қыз әскерде оқыдым. Сөйтіп, бірақ дүниеден өткенше қатысып тұрдық қой бәріміз. Нұржан өтірік сөйлемейді. Артық сөйлемейді. Болған шындықты айтады да тұрады. Сол жері ұнады маған. Әкең өлсе де әкеңді көрген өлмесін деп атам қазақ бекер айтпаса керек. Түркістан облысы Келес ауданында денсаулық сақтау басқармасының кәсіподақ ұйымын басқарған үздік дәрігер Арыстанбек Тұрсынбайұлын ауылдастары, сыныптастары, курстастары ерекше құрметтеген. Әкесінің ең жақын досы медицина ғылымдарының докторы профессор Құрал Құрақбаев. Мен өзім Нұржанның әкесімен бірге оқыған адаммын. Біздер 1-ші курста 1961 жылы осы Алматыдағы медицина институтына келіп оқуға түсіп, міне содан бастап 5 жыл бірге оқыдық. Біздің стоматология факультеті бар, жаңадан ашылған болатын. Міне содан сол 5 жыл бойы бірге оқыдық, бір бөлмеде жаттық.
бірге жүрдік дегендей ақ, сондықтан студенттік кезден бастап қарым қатынасымыз әбден нығайып, солай араласып кеткенбіз. Жолдас болдық, аралас доспыз уақытында. Содан кейін енді институтты бітірген кейін әрине әрқайсымыз жолдама алып, ол елге қайтты. Мен осы Алматыда қалып қойдым, ары қарап оқуымды жалғастырып, білімімді көтеріп дегендей ақ. Осы жерден ол Арыстанды үйлендіріп жібердік. Нұржанның мамасын Фатиманы осы жерден осы университет институтты бітіргеннен кейін ол Фатима осында сатта оқитұғын әйелдер педагогикалық институтында. Соның тағдырдың жазғаны солай, енді жалғыз қайтқан жоқ, дипломмен бірге сол шаңырақ көтеріп дегенде сөйтіп қайтқан. Енді ол арамыз алшақ болса да, жұмысымыз әр жерде болса да, ыңғай келгенде кездесіп тұратынбыз. Әрине ол сол ауылдық жерде, ауданда еңбек араласып кетті. Қызметінің өсіп, мамандығын кеңейтіп, сол соңғы жылдары өмірінің сондағы аудандық кәсіподақ денсаулық сақтау саласының қызметкерлерінің жаңағы кәсіподағын басқарды аудан бойынша. Енді ол елге әрине елеулі сыйлы азамат болғаннан кейін, ортасына сыйлы болғаннан кейін әрине сонда деңгейге көтерілді. Бірақ өкінішке орай кездейсоқ жағдайда аварияға түсіп, содан сол ерте қайтып кетті ғой, дүниеден ерте қайтып кетті. Енді олар енді бұның кімнің Нұржанның әке-шешесі енді тура санын айта алмаймын, бірақ енді сол 10-ға жуық бұл қыздың әкесі мен шешесі болды. Енді Нұржан болса әкесінен жастай қалды, енді ерте қалып кетті дағына. Содан кейін қалған ары қарап балаларды өсіру, оны жеткізу, оның барлығы сол аналары Фатиманың мойнына түскен. Енді ол Фатимада өзі былай алғыр, сондай жаңағыдегі тек қана ортасында емес, көпшілікпен сөйлесілатып, сосын жаңағы алдына қойған мақсатына соған қол жеткізу үшін қай уақытта болса да бетінен қайтпай жұмыс істейтұғын. Міне соның есебінен сол өзінің қажырлығы, табандылығы, ол мамаларының соның арқасында міне балалары, ұл-қыздары түгелге жоқ дегендей жоғарғы білім алып, сол еңбекке, халыққа еңбегін асырып жатты. Үлкен ұлдары осында әкесінің жолын қуып, сол медицина институтына келіп түсіп, стоматология факультетін бітірді. Одан кейінгі жылдары бір кімнің апасы келіп, медицина институтына түсіп кетті, отырып. Соның барлығына еңбек етіп жүрген аналар болатын, Фатима болатын. Кейіннен барып Нұржанды алып келді. Енді содан кейін енді бұл енді бір үйге дәрігерлер самасы жетер енді дегендей болып, сол кезде жаңадан мынау кеңістік кеңейіп дегендей ақ, мынау діннің несіне де жаңа бағыт пайда бола бастаған кез, сол кезде келіп, сол осында алып келіп, ана Радбек қажы, ол кісі сол жақтың тумасы, соған алып келіп, міне енді осы баланы ары қарап өзіңіз тәрбиелейсіз деп, сөйтіп Нұржанның жолын, үлкен жолын ашып кеткен. Содан бері қарап енді міне қанша жыл өтті, өздеріңіз білесіздер енді. Нұржан да Құдайға шүкір, елдің азаматы, белгілі азамат, өзінің орны бар. Оның барысы әке-шешеден қалған тәрбие, ары қарап өзі тырысып, ортаға қарай дегендей сөйтіп өсіп жатыр енді. Ал Нұржан Арыстанбекұлының сыйлас, құрдас, ағайындас, туыс достары да өте көп.
Солардың бірі экс-муфти Серікбай қажы Ораз және имам Бауыржан Қаңлыбаев. Тарихтың тағылымы тереңде жатқан Мысыр елінің Аль-Асқар университетінің алғашқы табалдырығын аттап, сонда тәлім алған Нұржан қажы. Және мен сол секілді елімізден, осы жалпы Орта Азиядан, бұрынғы ТМД елдерінен көптеген шәкірттер бірге сонда тәлім алдық. Нұржан қажының өзінің жеке басына келсек, ол Нұрекең мектепте де жақсы оқыған. Озат, үлгілі, үнемі ізденімпаздығы, онан кейін мынау инициативаны бірден қолға алып кететін іскерлігі, ортада өзінің ұстауы деген секілді ерекше сондай бір қағылездігі, оны бала кезінен ерекше. Сондықтан араб тілін үйреніп алғашқы бет алыспен шәкірттердің ішіндегі ең үздік игеріп кеткен Нұрекең Нұржан қажы. Сонан кейін сол Египеттегі тәлімнен кейінгі алғашқы жаңа құрылған Қазақстан мұсылмандарының қара шаңырағы діни басқарманың бірден сол үлкен жауапты қызметті тұңғыш муфти Ратбек қажы Хазіретіміз Нысанбайұлының қасында көмекшісі ретінде өте сол жауапкершілікті қызметті абыроймен атқарды. Өйткені ол кезде енді жаңа құрылып жатқан құрылым, сұрақтар көп, жаңа бетбұрыс болып жатқан кезде сол Хазіретіміздің жанындағы әрі көмекшісі ретінде және онымен тоқтап қалмастан діни басқарма жанындағы имамдар даярлайтын Ислам институтының ұстаздық қызметін қоса атқарды. Сонан сол институттың жетекшісі ректоры болды. Сонан кейін шығыс өңірде Семей облысында тағы да көптеген жауапты қызметкерлерді атқарды. Нұрекеңнің бойында алғырдық Алланың берген сондай қасиеті бар. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының негізін қалап, сол кезде біздің ұстаздар тапшы болып жатқан кезінде біздің дана ұстазымыз Ратбек қажы Нысанбайұлы өте сондай дана, жаңағыдай қағылез дейді ғой, сонда алғыр балдарды алып, ең бірінші мынау болашақта біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Қазақстанның діни рухани саланың көркендеуіне, жандануына үлес қоссын деп мен өзім солай ойлаймын. Осындай азаматтарды мынау Аль-Асқар университетіне оқуға жіберіп, аз уақыттың ішінде осындай азаматтарымыз біздің ілімді болып оралып, мынау сол заманда 25 жасында Ислам университетінің ректоры болды. Мен енді басында біздің ұстазымыз болды, кейіннен досымыз болды. Сондықтан да мінекей қаншама шәкірттер шығарды. Қазір ойлаймын, бұл Нұрекеңнің сондай алғырлығы деп ойлаймын. Өйткені араб тілі оңай тіл емес қой. Сол аз уақыттың ішінде сондай алғырлығының арқасында біздің рухани саламыздың толтырып, сол заманда мынау фиқтан сабақ беріп, қазір осы кісінің қолынан ұшып шыққан шәкірттері мынау жер-жерде, ел-елде, Қазақстан түкпір-түкпірінде Құда қаласа қызмет жасап жатыр. Елуді еңсерген Нұржан ұстаз бүгінде өнегелі әке. Қарлығаш екеуі ұлын ұяға, қызын қияға қондырған текті әулетке айналған. Қазіргі таңда Астана қаласында медицина университетінде оқимын. Құдай қаласа биыл 7-ші курсын тамамдадамын. Біздің ата-анамыз бізді кішкентайымыздан білімге баулып, сондай бір ерекше тәртіпке баулып өсіргеннің арқасында қазіргі осындай жетістікке жетіп отырмын деп айта аламын. Бізді әсіресе әкеміз білімге қатты өзінің жаңағы әрдайым өсиетін айтып, әрдайым өзінің ақыл кеңесін айтып, өзінің үлгісімен бізге әрдайым сол жол көрсетіп отырады. Анашым екеуі бірге. Қазіргі таңда әкеміздің өзі қанша жыл болса да, мысалы үшін докторантураны аяқтауда, қорғау барысында, ол біз үшін өте үлкен үлгі деп айта аламын. Себебі бізге айтулары бойынша әрбір адам өзінің дамуын, білім жолында өздерінің ылғи даму үстінде болуын олар тоқтатпау керек.
Сондықтан ол біз үшін өте үлкен мәртебе, үлкен үлгі. Үйде екі қыз болып өсіп жатырмыз. Біздің қыз ретінде әкеміз бізді сондай үлкен құрметке лайықтап, әрдайым төрге шығарып, анашым екеуі өзі үйдің ең таңдаулы, ең сондай күшті заттарды ең алдымен қыздарына беріп, солай бізді ерекше құрметпен өсіріп отырған. Әлі де өсіріп келеді. Менің әкем маған өте үлкен білім берді. Оған деген ең алғаш фундаментін, базасын қойып берген сол кісі болатын. Соның арқасында мен өмірімде көптеген мүмкіндіктер, есіктер ашылуда, көптеген жамандықтардан жиреніп, жақсылардан үйреніп жүргенім үлкен маған септігін тигізуде, өзімнің мақсаттарыма жетуге. 22 жасымда келін болып түстім. Көп балалы отбасыға, жанұясында жолдасымның 8 бала, соның ең соңғысы мен жолдасым екен. Енем болды. Атамның көзін көрген жоқпын, бірақ көзін көрген кісілер әбден мақтауын жеткізіп, әлі күнге дейін айтып отыр жақсылықтарын көргенін. Енемнің жолымен қуып, сондай қазақ әдебиеті пәнінің маманымын мен де. Осындай Нұрекең екеуміз жанұя болғанымызға қол ұстасып, 25 жылдың көлемі болып қалыпты. Иншалла, Алланың берген 2 ұл 2 қызымыз ер жетіп, бой жетіп жатыр. Немереміз бар, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып дегендей. 8 қырлы, бір сырлы Нұржан ұстаз спортпен шұғылдануды әдетке айналдырған. Арагідік домбырамен күй шерткенді ұнатады. Сондай-ақ әпсана діни кітаптарды тәржімалап, көпшіліктің рухани деңгейінің дамуына өз үлесін қосып отыр. Біз бір әкеден, бір шешеден 8 ағайындымыз. Жаңа әкеміз туралы өздеріңізде әкемен бірге оқыған үлкен ағалармен әкеміз туралы білдіңіздер. Жалпы әкенің, жақсы әкенің көрегендігі азығы балаларына 40 жыл азық болады деген мен өзім соған көзім жетті. Сондықтан бұны айтып отқан себебім, өйткені 8 ағайындымыз. Мен хақиқатында шындығында да бұл оқиғаларды жастық шағымда бір ерекше жағдаймен еске аламын. Өйткені 8 баланың әке-шешесі болу үлкен шаруа, үлкен ата-анаға үлкен міндет, жауапкершілік. Біз енді былай айтқанда әкеміз дәрігер, үлкен лауазымды қызметтерді, абыройлы кісі болды ауданда. Енді оны анамыздан естиміз оны. Анамыз екеуі, анамызды мектепте мұғалім, бір мектепте тапжылмастан 50 жылға жуық ұстаздық қызмет етті. Мінеки шағын бағдарламамызда дін қайраткері, білікті ұстаз, қазақи әдет ғұрыпты бекем ұстанған, бүгінгі жастарға рухани тәлім тәрбие беріп отырған Нұржан Арыстанбекұлының ерекшеліктерін шағын бағдарламамызға сыйдыру мүмкін емес. 50-ге аяқ басқан Нұржан Арыстанбекұлын туған күнімен құттықтап, қажымас қайрат, зор денсаулық, ел үшін еңбек етіп жүрген ерен еңбегіңіздің рахатын көре беріңіз деп бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймыз.